Бүгін Түркістандағы Ақжайық музыкалық мектебінде кәмелетке жетпегендердің ісі бойынша құқық қорғау органдарының өкілдері мен адами капиталды дамыту бөлімінің ішкі саясат бөлімінің қызметкерлері дөңгелек үстел отырысын өткізді. Онда қаладағы 39 орта мектепте 42 мың оқушының қазіргі кезде карантин жағдайына байланысты онлайн оқуы жүргізіліп жатқандығы баяндалды. Олардың 57-сі кәмелетке жетпегендердің ісі бойынша учаскелік инспекцияда тіркеуде тұрады екен. Жаңа оқу жылы басталғаннан бері ата-аналармен жандай онлайнда, офлайнда жан-жақты жұмыс жасап, біршама жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Онымен қатар қауіпсіз қала бағдарламасы бойынша да бізде көптеген іс-шаралар өткізілуде. Қазір енді рейдке де шықтық. Біз мына соңғы осы қыркүйек айынан бастап біз рейдтерде мына жаңағындай айына 2 рет рейдте жүргізіліп жатыр. Сол жерде рейдте анықталған жасөспірімдермен, балдармен бірге біз ата-аналармен, осы ішкі істермен бірлесе отырып, жаңағы әкімшілік жауапкершілікке де тартылған ата-аналарымыз бар. Енді мына қиын қауіпті топ дейміз ғой, бізде мына осал топқа кіретін балдарымыздың тізімі жалпы жинақталған. Сол балдармен үнемі жұмыстар жүргізілуде. Алайда қазіргі таңда мынау жаңағындай жұмыс қашықтан болғаннан кейін шын мәнінде қиындықтар кездесуде. 16 жасқа толмаған қыз жүкті болып қалған. Өз босанған. Сәкен, үстінде қарады. Ол жөнінде сотталушыны біз қылмыстық ізге түсу органына, айыптық органына, оған қылмыстық кодексінің 127-ші бабы, яғни 16 жасқа толмаған, кәмелет жасына толмаған тұлғаны өзара жыныстық қатынасқа түсу деген бап бар. Сонымен біздің сотталды. Сотталушы 22 кәдеспен 23-ге азамат. 2-3 ай 4 ай тұрады да, сонымен ажырасады, кетіп қалады. Мына кішкентай қыз сәби, ол 2 қабат болады, соны босанады. Қазір енді үлкен айқай бүкіл республика деңгейіне өткіз айқай жіберіпті. Жақын аяда шығамыз, келесі аптада шығып қалады. Сөйтіп, қазір енді бүкіл осы президент әкімшілігінен бастап анасы енді ажырасып кетті. Қамқорсыз қалды. Алимент төлемейді, анау танымайды, кетіп қалады. Сол енді мен сізге қойын деп отқан, білем, сіздерде әкімдікте арнайы осы тақырып бойынша жоспарларыңыз бар. Біраз жұмыстар атқарып отырсыздар. Оған енді алғысымды айтамын, рахмет. Бірақ енді осы мәселе бойынша сіздер қазір бір арнайы мына 16 жасқа толмаған қыз балдар жыныстық қатынасқа түспеу профилактикалық шаралар жүргізіп жатсыздар ма, жоқ па? Ол көзделген бе, жоқ па? Сұрақ екеуміз. Осы мәселе бойынша не атқарылса? Себебі мен айтайын дегенім, енді ол жалпы Түркістан қаласы емес, бізде енді мәлімет облыс бойынша өскен. Былтырға қарағанда өскен. Именно осы Түркістан қаласы не істеп отырмыз? Қандай өскен? Түркістан қаласында бізде қазіргі кезде бізде барлық оқушылармен мектептің тәрбиешілері, орынбасарлары және мектептің мектептері осы сіздер Түркістан қаласы медициналық колледжімен бірге бірлескен іс-шара жоспары бар. Ол бойынша олар түсіндірме жұмыстарын, ол бойынша лекциялар өткізіп жүреді. Қазіргі таңда наурыз айынан бастап осы пандемия басталғалы бері олардың бәрі тоқтаған және барлық мектептерде өздерінің бұл бойынша іс-шаралар өтеді. Және жаңағы бізде әйелдер кеңесі жұмыс жасайды. Сол әйелдер кеңесімен жаңағы кездесулер ұйымдастырылып отырады мектептерде бұл бойынша. Барлық мектептерде қыздар балдар және қыздар сыныптар жұмыс жасайды, топтары. Сол топтарда өздеріне қатысты проблемалар, мектеп психологтары осы жұмыспен жұмыс жасайды. Ал мұнан айтыңыздаршы, 15 жастағы қыз. Ата-анасы үлкен 22-23 азаматтың бірге тұруға рұқсат береді. Қалай береді, өзіңіз ойлаңыздаршы, бәріміздің былай қарасақ, бала-шағамыз сәбилеріміз ойлап, әлі ол бала. Қатаймаған. Сол жөнінде мен сіздерге өтінішімді бір арнайы енді кішкене қолдарыңыз ұзарған уақытта карантин мәселесі бәрі біткеннен кейін осы мәселені бір ұмытпай
бір профилактикалық жұмыс аналардың арасында енді ана қызға жатыр ғой сол арасында бір кішкене бір жүргізген. Себебі қазақтың енді бәріміз қазақпыз. Өзіміздің дәстүрге сәйкес 14 жасар, 15 жасар қызға келеді де, батасын береді де, екеу келеді де, бір отбасы болып тұрады. Қалай болды? Қалай болды? Анау Сайрамда помню, анау былтыр қамалды, Сайрамда. Сайрамда да сондай тұрады, 3 ай 4 ай кетіп қалады, 2 қабат болады, босанады, сосын аржағы мәселе. Ол жерде жаңағы бірге тұрып отқан себебі не ғой? Қылмыстық жаңағы жалтару мақсатында уақытша үйленіп алыпты мынау. Содан кейін сот процесі мысалы келіп тағалық қылмысты оны танымайтын біледі де түбінде ажырасып кетіп отыр деймін. Тек қана сот бітеді. Біткеннен кейін былай айтқанда жаңағы ана есек судан өтіп кетті дейді ма? Сол сияқты жаңағы бәрі мәселенің бәрі шешілгеннен кейін анау жаңағы кәмелетке толған жаңағы сотталушы азамат, ер азамат алады да тастайды да кетеді. Қыз қалады мәселесі. Ол жерде уже азаматтық деңгейде уже азаматтық мәселелер туындайды. Яғни айтқанда ол азаматтық тәртіппен біздің сотқа келеді әке деп тану және әлеуметтік төлеу мәселесіне. Ол анау мойындамайтын болса біз келеміз де оны ана геномдық сараптама болады, ДНК дейді. Ол ДНК-ны сараптайды. Ол осылай жалғасып кете беретін мәселе ғой. Бір ғана қылмыстық кодолаумен шектелмейді. Ар жағында туындап жатқан тағы бір 3-4 мәселе болады. Қазір енді осы жақында арнайы маған айтамын деді, сол ана КТК-дан осы Түркістан қаласында орын алған. Ана әйел білесіз ғой, сол Алматыға барып, Алматыда өздері КТК-ның юристері, сол жаңа ДНК экспертизасын өздері өткізіп, сондай нетіп бізге енді сотқа қағаздарын біріктен. Вот мен айтайын дегенім ол емес, айтайын дегенім осы бәріміз ата-анамыз ғой. Мысалы, әр адам өзінің жастығы мысалы санайтын болса, 14-15 жасар баланы мысалы қалай бата береді мысалы. Батасын беріп, қалай бірге тұруға рұқсат береді. Баяндамашылардың айтуынша жасыратыны жоқ, соңғы кездері мақтал алқаптарға жұмысқа жегіп, базардағы ата-анасын қасында тегін жұмыс жасатып, балалардың еңбегін қанау секілді әрекеттер тыйылмай тұр. Бұл бойынша құзырлы органдардың өкілдері арнайы рейдтік шаралар өткізгенімен, ескерту шараларынан аса алмаған көрінеді. Осыған орай прокуратура кәмелетке жетпегендер ісі бойынша құзырлы органдар қордаланған мәселелер бойынша өзара бірлесе отырып кешенді шараларды қолға алмақ. Ескендір Ертай, Бағдат Ерсейіт, Тұран, Түркістан.